Әпке. Бірінші бөлім. Автор Айдана Тілеуова. Мектеп. Барлық балалар асыға сыныптарына кіруде. Екі құрбы Асыл мен Мадина бірдеңелерді айтып, күле сыныпқа кірді. Екеуі де оқу озаты. Сыныптағы қыздардың көшбасшысы, әрі көріктері де көз тартатын сұлулар. Екі құрбы 11-ші сыныпқа дейін жақын боп, одан кейін екеуі де екі жаққа оқуға түсіп, аралары алшақтай бастады. Басқа қаладан жаңа достарды тез тауып та алды. Демалыста барғанда ғана құшақ жая араласатыны болмаса. Асыл бақуатты отбасында туып өскен еді. Мінезі жұмсақ, аққұба қыз айналасындағы жандарды өзіне тез тартады. Мадина болса, көп балалы отбасында өмірге келген. Бала кезден барлық тірлікке икемі бар қара торының сұлуы. Уақытта зырлай, екі құрбы оқуларын бітіріп, мамандықтары бойынша мектепке жұмысқа орналасты. Алдымен Мадина жұмысқа тұрды. Кейіннен құрбысы Асыл да қасына келді. Басында құрбысының қасына келгеніне қуанған Мадина іштей оны шек көре бастады. Оның себебі де бар еді. Әріптесі Медет есімді жігіт Мадина алғаш келгенде қыздың жүрегін жаулау үшін күнде әзілдеп қасынан кетпей, Мадинаның жүрегіне шоқ салған болатын. Медетте Мадина секілді қарапайым отбасында дүниеге келген. Медеттің әдеті жұмысқа орналасқан жаңа әріптес қыздарға солай сөз салатыны бар. Мадина оқуға түскелі, жан-жағына қарамай, тек оқуды ойлап, жігітпен шаруасы болмаған еді. Енді міне Медеттің жаттанды сөзіне сеніп, жігітке ғашық болды. Алғашқы махаббаты Медет болды. Мадина 2 ай ғашықтықтан басы айналып жүргенде, аққұба қыз Асыл мектепке келген. Медет бір көргеннен қызға ғашық болды. Мадинадан көңілі суып, арадағы сезімді өшіре салды. Сол күннен бастап жүрегі жаралы қыз іштен тынып қайғырғаны. Медет болса әдеттегідей Асылдың ізінен жүгіруін қоймады. Осылайша Мадина құрбысын жек көре бастады. Медет екеуінің араларында болған жағдайды айтып берген еді. Сол үшін Асыл Медеттен өзін аулақ ұстауға тырысты. Мадина да оңайлықпен Медетті ұмыта алмай жігіттің артынан жүгіруін шығарған. Бұл қылығына ыза болған Медет Мадинаға: «Жетер енді, сені мүлде ұнатпаймын. Біз Асыл екеуміз жасырын кездесіп жүрміз», деп жалған айта салды. Мына сөзді естіген Мадина қызғаныштан қалай жылап жібергенін білмей қалды. Дереу Асылды іздей бастады. Кітапханада екенін біліп, жылдам жетіп барды. «Асыл, сен нағыз сатқын екенсің, 200-ді екенсің. Қалай ұялмай Медет екеуің жасырын жүрсіңдер?» Ештеңені түсінбей қалған құрбысы: «Не? Мұны кім айтып жүр? Бұл жалған», деп ақталған Асылға Мадина сенбеді. Осылайша бір жігіт үшін екі құрбының жолы екіге айырылды. Тіпті бір-бірін көрсе де танымайтын жан секілді жанынан өте шығатын. Медет болса Асылдың ізінен жүгіруін қоймады. Арада 1 жыл өтті. Мадина бәрін ұмытқандай басқа жігітпен сөйлесіп жүрді. Медет те Асылдың ізінен жүгіруден шаршағандай. Енді қайтадан Мадинаға сөз айтып, мазасын алатын болған. Оның себебі үйдегі әке-шешесі күнде «Үйлен» деп миын жейтін. Сол үшін де Мадина ғана лайық деп ойлаған Медет ешқандай келісімсіз Мадинаны алып қашты. Мадинаға өткендегі Асыл екеуінің арасында ештеңе болмағанын, осы уақытқа дейін ұмыта алмай жүргенін, шексіз сүйетінін айтқанда қыз сеніп қалды. Медеттің сөздері қыздың жүрегін әп-сәтте жібітті. Мадина сүйгеніне қосылғанына мәз боп жүре берді. Өмірге тұңғышы келгеннен соң Медеттің сүйгені күйгені жайына қалды. Бойдақтық кездегі әдетіне басып,
қыз қырқынға қырындауды шығарды. Мадина күйбің тірлік пен жұмыстың арасында жүріп, екінші ұлын дүниеге әкелді. Екі ұлы да ата-әжесінің баласы болатын. Енесі баққасын бауыр басып қалған еді. Бұл кезде медет шырақ, көршінің қызы керемет еді дегендей, күйеуден ажырасқан Саниямен көңіл жарастырып үлгірді. Іші сезген Мадина күйеуінің ізінен түнде аңдып жүріп, өз көзімен көрген еді. Үлкен айқай шу боп Мадина кетуге жиналды. Десе де үлкендер жағы Мадинаға кеңестерін айтып, жаниясын сақтап қалды. Бірақ бәрі уақытша еді. Мадинаның аяғы тағы ауырлады. Дүниеге нәзік қыз баланы әкелді. Енесі есімін Базаркүл деп қойған. Мадинаның өміріне кішкентай тәтті қыз қуаныш сыйлады. Ана болып, осы қызын ғана құшағына емірене бастады. Медеттен көңілі суығаны қашан, балалары үшін өмір сүріп жатқандай. Әсіресе Базаркүлін құшағына басса, ішіндегі қайғысын ұмытып та кетеді. Өмір деген зулап өте берді. Базаркүлі 6 жасқа жетіп қалыпты. Медет те қызын қатты жақсы көретін. Ұлдарын еркелетпесе де, қызын еркелетіп, айтқанын екетпейтін еді. Мадина мен Медеттің арасындағы сезімде сыйластықта өткеннің еншісінде қалған болатын. Мадинаның жүрегіне ғашықтық сезімін қайта сыйлаған жұмысындағы әріптесі Жұмаш еді. Жұмаш директордың орынбасары боп қызмет жасайды. 2 жыл бұрын әйелі қайтыс боп, 4 баласымен қалған болатын. Балалары анасының қолында болғандықтан, екінші рет үйленуге асықпай жүрген еді. Мадинадан 9 жастай үлкендігі бар. Басында Мадинаға көзі түсіп, сыпайы араласа бастаған. Уақыт өте, Мадина қалай көңілдес болғанын білмей қалды. Басқаларда ести бастағанда, Мадина тез ажырасуға шешім қабылдады. Бұл шешімді отбасына айтқанда тағы да дау болды. Ешкімді де тыңдамаған Мадина қызы Базаркүлін алып үйден шыға бергенде, «Тоқташы жаным, өтінемін кетпеші. Қызымды қатты сағынамын, ең болмаса тастап кетші» деп Медет жалынғандай болды. Бұл сөздер Мадинаға мүлде әсер етпейтін. Бар ойы жүрегі Жұмашпен бірге бақытты болатыны көкірегінде сайрап тұр. Жетер енді, Медет, кеткеніме қуансай, енді қалаған қатыныңды үйге әкеле аласың. Ұлдарың өзіңе аманат. Есейіп қалған 2 ұлы да көздері жайтөңдеп, кетпеші дегендей қарап тұрған бейнелері де Мадинаның ойын өзгерте алмады. Төркініне келген Мадинаны шыны керек ешкім жақтырмады. Анасы да біраз ақылын айтқанымен еш нәтиже шықпады. Жұмысына асығып келген Мадина Жұмашты көзімен іздей бастады. Оның ойы Медеттен кеткенін тезірек айту еді. Арада тағы да біраз жылдар өтті. Мадина мен Жұмаш некелерін қидырып, бір отбасылы болған. Араларында ортақ қызы Базарайым дүниеге келген еді. Онсыз да әкесімен бірге тұрмайтынына ыза болған Базаркүл, сіңілісі дүниеге келгелі мүлде өзгерді. Бұрынғыдай еркелететін анасы кішкентай бөбекке бар назары ауды. Жұмаш та Базаркүлді қызым деп мүлдем құшағына баспады. Өзіне ешкім назар аудармағанына қатты ызаланатын 7 жастағы қыз үйдегі заттарды бүлдіріп, әкесіне қашып кететін. Бұл қылығына Мадинаның жүйкесі жұқарып, Базаркүлді шыңғырта таяқтап, бұрынғы үйінен алып қайтатын. Бұл қыздың не күнәсі бар еді? Құдды керексіз зат секілді болды да қалды. Жүрегі жаралы қыз бір ауылда тұрса да әкесін қатты сағынатын. Мадина қызын әкесімен де араластырмай, не өзі мейірімділігін бере алмады. Кейіннен Медетті Жұмаш жалған айыппен жұмыстан босатқан еді. Медет басқа қалаға жұмысқа кетіп, жарты жылда қызына бола бір келіп тұрды.
Әкесі де басқа елдің қолында тұрғалы ауылға келмей кетті. Базаркүл әкесін қатты сағынып, бір күні келеді деген үмітпен күтіп жүретін. Базаркүлдің балалық шағы ызаға толы, әрі таяқ жеумен өсіп келеді. Кішкентай сіңілсін байқамай құлатып алса да, байғұс қыз таяқ жейтін. Өзі мұғалім болса да, екі қызын бөліп жарып өсіріп келеді. Мадинаның сырына қанық таныс туыстары жек көретін. Тіпті ешкім араласпай қойды. Жұмаштың анасы да келін ретінде қабылдамады. Жұмаштың лауазымы өсіп, мектеп директоры болып, бұрынғы ыстық суығы басылған Жұмаш бастық болғалы өзгерген. Мадина бұған да көнді. Директордың әйелі деп жағымпаздар араласа бастаған еді. Зәулім үй салып, ақшаны өзі білгенше жаратады. Мадинаға зәулім үйі мен қымбат киімдері және әр мұғалімнің айлығынан ұстап қалатын ақшаларын бақыт деп ойлады. Іштей мен бақыттымын дейтін. Мадинаның үлкен қызы бой жетті. Базаркүлді ақылы оқуға, есепші мамандығына түсірген еді. Қанша оқығысы келсе де ұқпайтын. Анасы да елдің сөзіне бола қызын оқытқаны. Әйтпесе Базаркүл мектепте нашар оқыған. Анасының арқасында куәлігі бестікке толы. Қатты еркелікке салынған сіңілсі Базарайым әпкесінің жынына тиетін. Базаркүл оқуға түскенде сіңілсі 11 жаста болатын. Өте тентек, әсіресе Базаркүлдің мазасын жиі алатын. Қой десе Базарайым одан сайын айқайлап жылағанда әкесі Жұмаш қабағын шытып сес көрсетеді. Анасы Мадина да үлкен қызына сөйлеп тастайтын. Уақыт өтіп жатты. Дипломын қолына ұстаған Базаркүл үйге келгенде жанжалдың үстіне түсті. Өгей әкесі анасына: «Сенен әбден жалықтым, ажырасамын. Өзіңмен еріп келген қызыңды алда кет. Осы күнге дейін асырағаным жетер. Базарайымда шаруаң болмасын, ол менімен қалады. Оңбаған неме, сол көңілдесіңмен бірге шірі бөл. Сен үшін бәрін тастап, туыстарыма да жек көрінішті болған сорлы басым-ай». Даусы қарлығып, булыға жылап отыр. Базаркүлді көрген анасы орнынан тұрып, үстін қалпына келтіргендей болды. Қызын құшақтап: «Кешірші мені, сендерді жылатып бақытты бола алмадым. Кешірші жаным». Ана мен қызы алғаш рет үнсіз құшақтасып тұрды. Есіне бірдеңе түскендей: «Қызым, ата әжеңе бара ғой. Мен бүгін кешке туған күнге барамын. Базарайымды басқа қалаға лагерге кетті. Үйде жалғыз қаласың». Базаркүл үнсіз келісіп, ата-әжесінің үйіне кетті. Олар қуанып қазанға ет салып, туыстарды шақырып, дипломды тойлады. Бұл кезде анасы Мадинаға туған күнге барамын деп жалған айтқан еді. Күйзелісте жүрген әйел ешкім жоқта өзіне қол жұмсады. Бұған себеп Жұмаштың ажырасуы, неше түрлі көңілдестері, қоштасу хатын жазған Мадина есік терезені жауып, газды ашып, мәңгілікке ұйқыға кетті. Жұмаш ұрысқаннан кейін үйден шығып, таңға жуық келген болатын. Есікті қанша қақса да ашпады. Есікті бұзып кіргенде үйдегі газдың иісіне шыдау мүмкін болмады. Қайғылы хабарды естіген Базаркүл үнсіз жылап тұрды. Туыстары жиналып, марқұмды жерлеуге дайындалған болатын. Соңғы рет құшағына қысқан анасын қанша жерден жек көрсе де, жүрегі өлімге еш уақытта қимайтын еді. Өгей әкесін көрген бойда жағасына жабысып: «Сен өлтірдің анамды, сен біздің өмірімізді құрттың, бәріне кінәлі сенсің». Ашу ызамен Жұмаштың бетін тырнай жөнелді. Туыстары әжелер ажыратып алған еді. Арада жылдар өтті. Сіңілсі Базарайым әкесімен тұрып жатты. Базаркүл басында туыстарының үйінде тұрған, кейіннен қалаға кетіп, жұмыс істей бастады. Кезінде оқымағанның салдарынан жұмысында қиындықтар боп, жұмыстан шығарылды. Шағын кафеде еден жуушы жұмысқа тұрған.
қиналған сәттері туған әкесін іздеп барған еді. Бірақ әкесі әйелімен Россияға көшіп кеткен екен. Бір жылдары Медет орыстың сұлуына ғашық боп, кейіннен әйелінің еліне көшкенін енді естіп, бір жылап алды. Іштей жаны күйзелуде, не әжесіне бара алмайды. Жеңгелері біртүрлі көзбен қарайтын. Ағалары да өз алдына үй болып басқа қалада тұрады. Бала кезден дұрыс араласпағасын, олар да жандарына жақын тартпайтын. Базаргүл жақын араласатын группалас болған құрбысына хабарласқан еді. Құрбысы Күлсім ағаларымен пәтер жалдап тұратын. Мамандығы бойынша қалада жұмыс жасап жатқан еді. Базаргүлдің жағдайын естігесін шыдай алмай қасына шақырды. Қуанып кеткен Базаргүл құрбысының пәтерінде тұра бастады. Күлсімнің екі ағасы да Базаргүлге ғашық болды. Үлкен ағасы бұрын үйленіп ажырасқан, балалары бар. Кіші ағасы үйленбеген жігіт. Екеуі де құрылыста жұмыс жасайтын. Күлсімнің ағалары Базаргүл келгелі сызылып сөйлеп, сыпайы бола қалғаны қарындасының әбден күлкісін келтірді. Қызау, менің ағаларым сен келгелі өте сабырлы, сыпайы болды. Сенің қандай құдіретің бар? Айтшы кәне. Құрбысы Базаргүлді мазақтай күле жөнелді. Сен де бір адамды ұялтпашы, мені кім деп едің? Екі құрбы бөлмелерінде әзілдесіп, біраз күліп алды. Алғаш рет өзіне басқа адамдардың сыйластықпен қарағаны Базаргүлге қуаныш сыйлады. Күлсімнің кіші ағасы Сәкен Базаргүлге сезімін білдіртіп, екеуі дос ретінде араласқан еді. Үлкен ағасы қызғанып, талай ортаға түскен. Бірнеше рет үйде жүргенде, мен сені сүйем деп, Базаргүлдің құлағына сыбырлап, айтатында әдеті бар. Сол үшінде ағалы інілі бауырлар жаға жыртысқан еді. Көп уақыт өтпей, Сәкен мен Базаргүл заңды некеге тұрып, кішігірім той жасап, ақ көйлек киген ару сондай бақытты болды. Сәкеннің ағасы әйелімен қайта қосылып, ауылда ата-анасының қолында тұрды. Үлкендердің шешімімен жас жұбайлар қалада пәтерге тұра бастады. Қасында бұрынғы құрбысы, ендігі сүйікті қайынсіңлісіне айналған. Күлсімнің арқасында жұмысқа орналасып, жолы болған Базаргүлге қайынсіңлісі жұмыста көп көмектесетін. Уақыт өте өз жұмысын меңгеріп алды. Арада бір жыл өтсе де, балалы болмаған Базаргүл соңғы кезде көңілшек боп алған. Бірнеше гинекологқа барды, ешқандай мәселе жоқ. 4 ай бұрын тұрмыс құрған құрбысы Күлсімнің аяғы ауыр екенін естігенде қуанып, артынан жылап алды. Базаргүл балалы болуға қатты асығатын. Арасында неге әлі көтермей жүрмін деп жылап та алады. Арада тағы жылдар зулап өте берді. Сіңілісі Базарайым бойжетіп, әпкесі тұрып жатқан қалаға оқуға түскен болатын. Демалыс күні. Көп аса үйге ешкім келе бермейтін. Есік қоңырауда безілдеп қояр емес. Бара жатырмын міне, сонша не болды таң атпай келіп? Базаргүл сөйлеп есік ашқанда өз көзіне сенбеді. Кішкентай сіңілісі толығып кеткен бе қалай? Әпке, сені сағынып кеттім деп құшақтай алған сіңілісіне не айтарын білмей қалды. Базарайым қайбір жетіскеннен келді дейсің, жеңілтек мінезімен бүлініп, оқудан да шығарылған. Ауылға барса әкесі мен өгей ана күн көрсетпейтінін білетін. Есіне әпкесі түсіп, жан ұшыра іздеп тапты. Өйткені жүкті еді. Жылап тұрып әпкесіне сырын айтқандай болды. Жігітім алдап тастап кетті. Жүктімін, баланы алдыруға ақша беріңізші. Кейін жұмыс жасап, ақша болғанда қайтарамын. Сол кездегі Базаргүлдің жүрегі тілінгендей, Алламай, сол сәбиді менің тар құрсағыма бітіргеніңде. Бала керек емес жанға үсті-үстіне беріп, бір балаға зар болған мен сияқты пендеңе неғып қимайсың?
Жоқ, ақша бермеймін. Баланы да алдыртпайсың. Ол менің балам болады, деп өзі шешім қабылдады. Бұл кезде Сәкен жұмыстарымен ауылға әке-шешесінің үйіне кеткен болатын. Үйіне жеткен соң мына жаңалықты естіп, біраз уақыт келіспей жүрді. Айы күні жетіп, сіңілісі өмірге торсықтай ұл әкелді. Заңды түрде Базаргүл баланың барлық құжатын өз атына өткізіп алды. Базаргүл үшін өте бақытты күндер басталды. Кішкентай Қошақан үшін жұмыстан үйге қайтқанша асығатын. Сіңілісінің де барлық жағдайын жасап, қамқорлығына алды. Кішкентай бөбегі де жасқа толып, Базаргүлге мама деп былдырлайтын болды. Өз анасы Базарайым бұл кезде жездесінің көңілдесі боп алған. Бірде үстінен түскен әпкесі жындана жаздады. Сол күннен бастап Базаргүл күйеуін де, сіңілісін де үйден қуып шықты. Біраз уақыт күйзелісте жүрсе де, қасында баласы болғаны үшін қатты қуанатын еді. Арада 1 жыл өткенде сіңілісі Базарайым жылап келіп кешірім сұраған еді. Басында жездем зорлық көрсетті, амалсыз көндім деп ақталған болатын. Не десе де сіңілім қателік жасаған болар деп кешірді. Өзін үйдің қожайыны секілді ұстайтын Базарайым да кәдімгідей ұят кеткен. Өз ұлын әпкесі жоқта ұрып алатын. Басында мән бермейтін әпкесі кейіннен байқады. Енді бұл бассыздыққа шыдай алмай, сен арсыз, енді өзісің ішіңнен шыққан балаға тиісуді шығарғансың ба, деп айқай салды. Базарайым да қалыспай, ұрыссам не бопты? Бұл менің өмірімді құртқан бала емес бәле, тумай тұрып өлтіре салу керек еді. Қатты ашуланған әпкесі Базарайымды үйден қуып шықты. Одан кейін де жоқ болып кеткен. Бірде тағы да жалынып, жалбарынып келгенде үйге кіргізбей, кейіннен басқа қалаға көшіп кетті. Әйтпесе неше түрлі сөздері мен қылықтары Базаргүлдің жүйкесіне тиіп болды. Қазіргі таңда ұлы екеуі бақытты, екінші рет отбасы құруға қатты қорқады. Біріншіден ер адамға сенбейтін. Екіншіден ұлының өзі сияқты өгейлікпен өмір сүреді деген ой мазалайды. Сондықтан жалғыз өмір сүруге шешім қабылдады. Қазіргі кезде Сәкенде отбасылы болып, балалары бар екен. Оны құрбысы әрі қайын сіңілісі болған Гүлсімнен естіді. Ал сіңілісі Базарайымның жағдайын туыстарынан естіген еді. Жыл сайын отбасы құрып, қайта ажырасып, барған жерінде күйеуінің көзіне шөп салып, таяқ жеп қайтып келеді екен. Кейде жаны ашып, бала кезде сондай бақытты болған сіңілісін қайта қолына алғысы келеді. Бірақ өткен істерін қайтадан қайталаса, ұлы да ес біліп қалған. Тағы да ұрыс керіс болғанын жаны қаламайды. Бірақ Базарайымның жағдайы алаңдатып, өмірінің соншалықты қор болғаны Базаргүлдің жанына батады.